Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен клубника шоколад жасап үйренетін боламыз. Клубникаларымызды жақсылап жуып алдым. Бұлар жақсылап өтіп құрғатуымыз керек. Барлығын жақсылап өтіп құрғатып шығасыздар. Осылай жақсылап жуып, сүртіп аласыздар, құрғақып. Енді осы клубникаларымызды зубочисткаге нақсап солып дайындап аламыз. Барлығын осындай дайындап қоямыз. Осылай барлығын дайындап аламыз. Енді осы бельгийский шоколадымызды жақсылап ертіп аламыз. 40 градускадан ертіп, үстіне бұл 100 грамм шоколад, соған 20 грамм глазур қосып, қайтадан 30 градусқа, 29-30 градусқа түсіруіміз керек. Бұл міне 100 граммда қойдым. Енді осыны микроволновкаға ертіп алайын. Осылай 40 градуспен ертіп аласыздар бельгийский шоколадына. Кейін үстіне 20 грамм глазур қосып, қайтадан температурасын 29-30-ға дейін түсіреміз. Дәл осылай жасап, сізде де табыс табуыңызға болады. Таза шоколадпен жасауыңызға да болады, әрине. Бұл глазур тезірек қатуына себепші болады. Аздап глазур қоссаңыз болады. Шоколадын ерткен кезде қатты ұзақ уақыт микроволновкаға қойып күйдіріп алмаңыздар. Шоколадтарыңызды қайта-қайта тексеріп отыруыңыз керек болады. 36-ға түсті. Міне 30 болды. Қандай қара шоколад болса 35-ін жасай берсеңіздер болады. Егер ол ақ шоколад болса, онда 29-ға дейін температураны түсірулеріңіз керек болады. Енді осыны мен клубникамызды батырып жасай берсек болады. Осылай клубниканы жақсылап жуып, тазалап, кептіріп, сүртіп, осылай ұстайсыздар. Мен заказға істейтін болсам, үлкенді 30 қолданам. Қазір сіздерге көрсету үшін балаларға істеп жатырмын. Қазір сол үшін осындай кішкене жоқ кесеге істеп жатырмын. Болды міне.
Температурасы жақсылап келген шоколад өзі ағып кетпейді. Осылай әдемі болып тұра қалады. Осыны бұндай қағазымызға қойып кептіріп аламыз. 5-10 минутте дереу кеуіп кетеді. Осылай жақсылап отырматырымыз керек. Шеттері ашылып қалмасын. Заказға істесеңіз, жаты жері ашып қалуға болмайды. Енді дәмі деген керемет болады. Жеп жүрген боларсыздар өздеріңізде. Осылай барлығын басып шығасыздар. Шында ең маңызды не? Шоколадтың температурасын жақсылап келтіру. Бұны жақсылап температура ете алсаңыз, көмекке шоколадтарыңыз жақсы шығады. Осылай барлығын жасап шығасыздар. Ақ шоколад қолданғыңыз келсе, дәл осылай ақпен дәл осылай барлығын жасап шығасыздар. Бұл шоколадым да бітті. Коленкам да бітті. Қайда қоям? Дәл осылай жасайсыздар. Қазір бетіне біраз кепсін, узор салғанда көрсететін боламын. Коленкаларымыз кетті. Кондитер мешокке шоколадымызды құйып, ұшының кішкене ғана өте аз кесіп алдым. Жақсы қата қоймапты. Узор саламыз. Қалай ұстап көрсетсем болады екен. Осылай бетін әртүрлі нәрселермен сәндеп, кондитерский маржандармен сәндеп заказ алып, боксқа салып жасай берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Кесіп көрсетейін. Керемет болып келді. Шоколадасын көрдіңіз бе, қалыңдығын. Дәл осылай үй жағдайында жасап, үйлеріңізді отбасыңыз қуантыңыздар, немесе заказ алып, ақша табыңыздар. Қазір хит поштан гранатаны да шоколадқа қойып көрейік.
granataмен çıksam şunday şokoladlarni daz solay tebratib olasiz. Bo'ldi osılay. Hadi yani ki bizim arasında 2 saat katılыңыздар. Granatamen şokoladlarımız. Bölüp ko'rsak ba, kesip ko'rsak ba. Жасап көріңіздер. Керемет болады екен. Шоколаданың тәтті дәмімен гранатаның қышқыл дәмі жақсы үйлеседі екен. Жасап балаларыңызды, отбасыңызды қуантыңыздар.